Болды, мен қазір бастығыңа келдім де шулатам бәрін. Кірмей ақ қой басыңа, мен бастық не болды? Мына қызметкеріңізге арыз алып келсем қабылдамайды. Міне айтыңыз міне. Әйеліме арыз жазам дейді. Ей, ұят қой десем түсінбейді. Оның қол ауыр, бір жабылағын жесең көреленбейді сайрағыңды. Әлің жетпесе баламен ұрмайсың ба? Ол мені ұрады. Не ғой, тоқташ. Арыз жазып жүрсің ба не әйеліңе? Иә. Ұялмайсың ба не? Жоқ. Көрініп тұр ұялмай. Сен онда чорт болмасайшы, үйіңе бар, еркек екенін дәлелде, әйеліңді орнына қой, арыз жазбай. Қабылдамасындар, мен сендерге көрсетем, көресіңдер. Осыдан бар ғой, көздеріңе көк шыбын үймеледі. Тура осылай закрепи. Бізге емес, әйеліңе айт бар. Хорошо? Айта алмаймын өйті. Оған айта алмаймын. Шортсың ғой өткен. Майор мырза. Арызын бекер алмадыңыз. Анау бәле қор адам ертең интернетке салып жіберсе не болады сосын? Облыстан тексеріс келеді ғой. Сіздің алдыңызда тура осындай жағдай болған. Да? Иә? Так, бізге тексеріс керек емес. Сен барып жетіп ал ана онда. Бізден қуып бар. Көресіңдер, қатыма шамам жетпесе де, сендерге шамам келеді. Құтырып кеттіңдер. Жақсы. Үндемеген сайын көресіңдер. Майор мырза қашып кетті, жете алмай қалды. Зато бізде адресі бар, үйіне барып арызды қабылдасақ болады. Не істеп тұрсың, барып қабылда арыз? Қабылда болғанда кем дегенде 2 адам бару керек қой шұғыл істерге. Енді? Енді бөлімшеде екеумізден басқа ешкім жоқ. Бірден айтпайсың ба, бір өзім баруға қорқам, майор мырза деп. Жүр енді. Еркектердің правасын қорғау.